Құрметті студенттер, мен Қарағанды гуманитарлық колледжінің дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы Нұғыман Төлеген. Бүгінгі сабағымызда тоғызқұмалақ ойынының алғышарттары, яғни тарихы туралы сабақ өтеміз. Тоғызқұмалақ ойыны халқымыздың сүйікті ойыны болғандықтан, еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін тоғызқұмалақ қауымдастығы құрылып, еліміздің түкпір-түкпірінде үйірмелер ашылып, қайта түледі. Тоғызқұмалақтан Қазақстан Республикасының халықаралық жарыстары жиі өткізіліп тұрды. Осының арқасында зияткерлік ойынға әуес жастар жыл сайын өсіп келеді. Жалпы әлемнің көптеген елінде бұл ойын түрі кеңінен насихатталып жатыр. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсаты тоғызқұмалақ ойынын үйрету, білімін тереңдету, ойнаудағы біліктілікті жетілдіру, өткен ұғымдарды жаңғырту, ұлттық тәрбие мен салт дәстүрді құрметтейтін ұлтжанды азамат тәрбиелеу. Жер ғаламшарындағы ең үздік логикалық жүзіш ойынның көшін бастаған, әлемдік мәдениеттің кез келген үлгерімімен бой теңестіре алатын 4000 жылдық тарихы бар зияткерлік ойын. Ұлтымыздың озық рухани мұрасы, қазақ халқының түрік тектерінен бастап, сақтар, ғұндар, көк түріктердің қазіргі күнге дейінгі жалғасып келе жатқан ұрпақтар үндестігінің рухани көрінісі болған. Тоғызқұмалақ ойыны еліміздің ең басты интеллектуалды қазынасы, көшпелілер алгебрасы атанған. Осы ойынға деген әлем халықтарының қызығушылығы күннен күнге артып келе жатқаны айқын байқалады. Осыған дейін 2 әлем чемпионаты, 3 Азия чемпионатының өтуіне осының айқын дәлелі іспетті. Тоғызқұмалақ ойынның қысқаша тарихы. Тоғызқұмалақ қазақта кең тараған қызықты ойын түрі. Қаратау қазбаларының арасынан табылған тас қазан осы тоғызқұмалақты еске салады. Бұл ойын Қырғызстан, Моңғолия, Қарақалпақстан, Өзбекстан, тіпті алыс шетел қазақтарының арасына тараған, бас шынықтыратын бұл ойынды біздің ұлттық шахматымыз десе де болады. Бұл ойынға есепкі жүйрік тұлғалар және өрісті қойын жұмсатып жүрген қойшылар ойнайтын болған. Ол үшін арнайы ағаш, тас тақталардан және сүйектен жасалған шарлардан немесе жерден ұя шұңқыр қазып, шар орнына қой құмалақтарын пайдаланған. Сонымен бұл ойынның маңызы көшпелілер алгебрасы атанған. Бұл ойын оқушының ой өрісін кеңейтеді, логикалық ойлау тереңдігін жетілдіреді. Тез уақытта ойын комбинациясына сәйкес стратегиялық шешімдерді қабылдай білуге баулиды. Математикалық амалдарды терең түрде игертеді. Негізгі ұғымдар құмалақ, қазан, отау, жоп, тақ болып табылады. Сонымен тоғызқұмалақ ойынның негізгі ережелері. Тоғызқұмалақ ойынында барлығы 162 тас болады. Және сол тастар 18 отауға тиісінше орналасып отырады. Тағы бір ерекше ұғым ол қазан. Әр ойыншыда бір қазаннан болады. Сонда барлығы 2 қазан. Сол қазанға 82 тасты жинай білген ойыншы тиісінше жеңіске жетіп отырады. Ойынның бас кезінде әр отауда 9 тастан болады. Сол тастарды өсіру ретіне қарай жүріп отырады. Егер де сол түскен тас жұп болса, ол отауды алып отырады. Сонда ойында әр жүрісте мұқият есептеліп отыру шарт. Егер тастар саны тең болған жағдайда, ойын тең аяқталған болып саналады. Құрметті студенттер, суретте көрініп тұрғандағыдай, ойын барысында әр отауға бір қазан. 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншы бастаушы, ал екінші жүріс жасаған ойыншы қостаушы деп аталады. Кейде бастаушы үшін ақ жағы, қостаушы үшін қара жағы деген тіркестерде қолданылады. Құрметті студенттер, тоғызқұмалақ ойынның алғышарттары туралы қысқаша мағлұмат түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға көп рахмет.